Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен Замиакулькас зензи гүлін сіздерге көрсеткім келіп отыр. Бұл доллар гүлінің сорты, осындай карликовый түрі, және мына стрелкаларын қараңыздаршы, өте жуан, өте әдемі, жапырақтары жап-жасыл, әдемі болып көрінеді. Пересадка жасап, сіздерге қандай топырақ дайындағанымен бөлісіп көрсеткім келіп отыр. Бұл да кәдімгі доллар гүлі сияқты, міне картошкасы болады, тамырлары болады. Қандай топырақ дайындағанымды мен сіздерге бөлісемін. Кәдімгі, қараңыздаршы, міне бұл суккулент сорты болғандықтан қатты құнарлы топырақты талап ете бермейді. Сол себепті де мына сап-сары құм араласқан топырақ. Құм араласқан топыраққа мен теравайт топырағын үнемі видеоларда көрсетемін. Құрамында биогумус, перлит, барлық жаңағыдай қоспалары дайын. Мына аппақ-аппақ болып тұрған перлит, мына көрініп тұрса, мохс, фагнум барлығы бар бұның құрамында. Осыны мен қазір мына құм араласқан ауланың топырағы бұл. Оған мен теравайт топырағын араластырып отырғызатын боламын. Бұл доллар зенди гүлі өте үлкен горшок керек емес бұған. Мынау лайықты горшок. Бұл барлық горшоктың ішінің барлығын тамырға толтырмағанша жаңа стрелкаларын шығармайды. Сол себепті де осындай кіші ғана горшокты алдым. Бұл гүлдің күтіміне келер болсақ, доллар зензи гүлі кәдімгі Замиакулькас кәдімгі доллар гүлі сияқты суды қатты талап ете бермейді. Топырағы толығымен кепкенде ғана су беріңіздер. Міндетті түрде қолмен тексеріп топырағын солай беріңіздер. Егер суды көп беріп қоятын болсаңыздар, жаңа ғана көрсеттім мен, мына картошкасы, тамырлары шіріп кетеді. Ол кезде уже гүлді жоғалтып аласыздар. Ал егер көбейту жолына келетін болса, осылай уақыт өте стрелкалары көбейгенде бөліну арқылы және жапырақтарынан, сабақтарынан топыраққа кәдімгі доллар сияқты көбейтіледі. Жапырағынан, сабағынан көбейтуге болады. Кәдімгі доллардан ешқандай да айырмашылық жоқ, күтімі тура солай. Осы топыраққа отырғызатын боламын. Және бұны отырғызған кезде қатты астына дейін топырақпен жауып тастауға болмайды. Себебі мына жердегі көріп тұрсыздар ғой, точка ростасы ашық болу керек. Мына жерде стрелка шығарып жатыр екен. Тек осы жерге дейін ғана топырақ жабасыздар. Барлығы жабудың қажеті жоқ. Мына жерде мен алдын көрсеткен доллар гүлімді де пересадка жасайын деп жатырмын. Перевалка әдісін жасайын бұған. Горшогы өте жаңадай, қараңыздаршы, бүйтіп сопайып кеткен да, өте қатты толтырған. Ішінде бүйтіп алып қарасам, мына топырағы ешқандай да қалмаған. Тамырлары барлығы жақсы шірмеген. Тамырлары өте жақсы. Ешқандай да шірігі жоқ. Ендігі бұл жерде мен сіздерге көрсеткім келіп отырғаны, алдында мына горшокта болса, енді қараңыздар, бұдан сәл ғана үлкен тамақтың осындай несіне отырғызайын деп отырмын. Бола береді, бір горшок алғанға дейін осыған отырғыза тұрамын. Қатты айырмашылық жоқ. Көріп тұрсыздар ма? Осылай отырғызу керек. Қатты үлкен горшокта отырғызатын болсаңыздар, доллар гүлдеріңіз шіріп кетеді, суын сіңіре алмай. Бұл суды жақсы көрмейді. Және горшокты толығымен толтырмайынша жаңа стрелкаларын шығармайтын болады. Міне байқап қарасаңыздар, қараңыздар, қатты да бір үлкен болып тұрған жоқ. Сәл ғана мына жерде жаңағы тамыры тұр. Осы жан-жаны ғана толтырып отырғызамыз. Осылай отырғызылған дұрыс. Өте қатты үлкен горшокқа бірден отырғызуға болмайды.
Мінекей мына $2 көлін пересадка мен перевалка жасап болдым. Мына доллар резинтиға мына пересадка жасалынды. Ал мына кәдімгі долларға перевалка әдісі жасалынды. Енді бұларға мен қазір су құймаймын. Себебі бұлардың топырағы мына ылғалды. Және мына перевалка жасалмас алдын бұған су құйылған еді. Жаңа көрген боларсыздар, ылғалды болып тұрды, тамыры, барлық несі. Және мынау топырақ та ылғалды. Осы топырақ кепкеннен соң ғана барып су құямын. Бұған судың көп құюдың қажеті жоқ. Қазір мен бұған эпенмен су шашамын стресстен шығару үшін. Менде эпин мен цирконның айырмашылығы, қай жерде қалай қолдану керек деген видео бар. Описанияға ссылкасын қалдыратын боламын. Соны міндетті түрде көріңіздер. Осылай міне отырғызылды.